Иран жерінде Адай руының таңбасы бейнеленген көне құлпытастар табылды. Олар шамамен 9-10 ғасырларда жасалған. Бабалар ізімен ғылыми экспедициясы Гүлістан провинциясындағы тау басында жатқан киелі мекенге арнайы барып, тарихымен танысты. Бабалар ізімен ғылыми экспедициясының Гүлістан провинциясындағы сапары Ақбент ауылының маңындағы ежелгі мешітті аралаудан басталды. Ол шамамен 1720 жылдары Қазақтан шыққан оқытушы Шағурбаттың бастамасымен салынған. Сол заманда мешіт жанында медреседе жұмыс істеген. Тарихи деректерге қарағанда түркіменнің атақты классик ақыны Мақтұмқұлы дәл осы медреседе Шағурбаттан дәріс алған. Бүгінде ежелгі нысан қараусыз қалғандықтан қирауға айналған. Ал мына көне қабір мешіттен 500 метрдей жерде орналасқан. Мұндағы мазарлардың басына қазақ тайпаларына тән құлпытастар қойылған. Олардың арасынан қойтастар мен Адай руына тән таңба табылды. Бұлар исламға дейінгі дәуірлерде салынған қорымға ұқсайды. Бірақ мына бір тас бізді назарымыз аударып отыр өзіміздің. Мына таста мына тастың екі бөліктен тұрады. Мына жоғары жағы бас жағында біздің қазақтың кіші жүзіндегі байылына кіретін Адай тайпасының белгісіне ұқсайды. Бұнда жебе таңбасы. Жергілікті қазақ ағайындарын осы жерде мекендейтін адайлардың өкілдерінің айтуы бойынша бұл жаңа адайлардың таңбасы. Және бұндай осыған ұқсас тастарды біздегі Маңғыстау облысындағы Шақпақ-Ата қорымында да кездестіріп отқандарын айтып отыр. Бұл қойтастар, құлпытастар біздің бабаларымыз 8-9, 10 ғасырларда осы жаққа келген, соларға қойылған жаңағыдай құлпытас, қойтастар дейді. Оны әрине біздің ғалымдар келіп зерттеу керек. Оны тарихи мұралардың тізіміне кіргізу керек. Сонда барып біз білеміз, ол қай ғасырда пайда болды, қандай халықтар қойды. Қазіргі біздің айтып отқанымыз ол тек қана болжам. Тау басындағы киелі орындарды аралаған экспедиция мүшелері Гумбет қаласына ат басын бұрды. Шаһардың бір ауданы Қазақ ауылы деп аталады. Мұнда қандастарымыздың 200-ден астам отбасысы тұрады. Көнегөз қариялар болмаса, Қазақстанды көзбен көргендері аз. Дегенмен ана тіл мен ата салтын ұмытпапты. Қазақстанға деген сағыныш көздерінен ақ байқалады. Елге дұғай сәлем жолдады. Гумбет қаласында 600-ге жақын қазақ бар, қазақтар бар. Бұл қапталында енді Көрген қаласы бар, Бендірше қаласы бар. Бұларда да қазақтар бар. Мен мына Гумбет қаласының қазақтарының несінің тарапынан сәлем айтам Қазақстан Республикасына. Алыстағы ағайынның сәлемін арқалап Тегеранға аттандық. Ел астанасындағы ұлттық музейде елденіз Жалайыр мемлекеттерінің тұсында қолданылған жәдігерлер сақталыпты. Ұлттық музейде елденез және жалайырлар билік құрған кезеңінде қолданылған ыдыстар және түсті металдан жасалған тиындар сақталған. Орта ғасырларда Иран жерінде бірнеше сұлтандықтың болғаны тарихтан белгілі. Бірақ солардың ішінде Қыпшақ даласына шыққан елденездердің де жалайырлардың да ықпалы өте зор болды. Олардың өзгелерден озық өркениетті ел болғаның тарихи жәдігерлердің ерекшелігінен ақ байқауға болады. Иран жерінде бабаларымыздан қалған жәдігерлердің тарихымен танысқан ғылыми экспедиция мүшелері бұл елдегі сапарын аяқтады. Ендігі бағыт Түркия. Талғатбек Әбдіқожа, Саматбек Батыров. Хабар 24, Иран астанасы Тегераннан. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. Арнамыздан алыстамаңыздар.